Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін біз қамырды дұрыс шаюды үйренетін боламыз. Мен алдын ала осылай қамырды илеп, тұндырып 15 минутқа қойып қойдым. Қамыр жаю үшін сіздерге оқтау қажет болады, және де ұн қажет, және де осындай дайын иленген қамыр қажет. Ал қамырды жаюға кірісейік. Қамырды аламыз. Қамыр столдың бетіне жабысып қалмау үшін елекпен ұнды сеуіп аламыз. Қамырымызды алдын және артын ұнға малып аламыз. Ол жабысып қалмауы қажет. Қамырды жақсылап қолмен басып дөңгелектеп аламыз. Содан кейін ғана оқтаумен жаюға кірісуіміз керек. Оқтаумен жайған кезде қамырды бір рет осылай үстіне басып шығамын. Бірінші, одан кейін дөңгелекті айналдыра отыра, жаңағы ортасында төмпешік қалу қажет. Ол сізге қамырды ораған кезде ориентир болады, қамырды дұрыс жаюға көмектеседі. Көріп отқандарыңыздай, осылай орташа дөңгелекке дейін жайып аламын да, одан кейін қамырдың жабысып жатқанын сезсеңіз, ұн сеуіп жіберсеңіз болады. Әрі қарай қамырды оқтауға ораймыз. Оқтауға қысып ораған дұрыс. Себебі қысып орамасаңыз қатпарлар қалып кетуі мүмкін қамырдың ортасында. Және қамыр жайған кезде қатты баспаймыз. Жаңағы төмпешіктің ориентирінен ортадан шетке қарай жай қамырды жаямыз. Және қамырдың жабысып жатқанын сезсеңіз, ұн сеуіп жібересіз. Және дәл сол қимылдарды қайтадан қайталайсыз. Сол қимылдарды қайталай отыра қамырды дөңгелектеп жаясыз. Қамырдың қалыңдығын өзіңіз жасап жатқан тағамға байланысты таңдайсыз. Мен орама жасап жатырмын, сондықтан да мен қамырды өте жұқа қылып жаймаймын. Міне менде осындай қалыңдығы орташа жұқа қамыр дайын болды. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, каналға тіркеліп, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар.